Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіз. Және бүгін мен қастарымызда осындай әдемі үй. Осындай қазір осы үйді бай отбасы дегенде үй жасаймын. Қасымдағы кім десеңіздер, туысым сөйлеп отырғанға. Ол да видеоға түсіріп отырып бүгін. Ал енді біз қазір тока-пока ойнаймыз. Үйін жасап көрсетемін. Достар, видео бастамай бұрын бірінші бізде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осы адамды істейді. Енді өсияқты не бар екен көресіздер. Менде осындай заттар шыққан. Балалардың ойнайтын заттарын ана төбеге қойын. Төбеге барамыз. Мен сізіммен мынандай салы осындай қоятын болам. Осындай кеспеуге болмайды. Бірақ мен сіздермен бастан қылатын болам. Негізі мен сөйлеп жатқан жоқпын, мен сөйлемі осындай. Ал енді біз қай жерге балалардың ойнайтын жерін жасаймыз, достар. Давайте осы жаққа. Мыналарды өшіреміз. Мынақа жасаймыз. Бұлар өте бай болады. Сондықтан мен бай отбасы деген сериал біраздан кейін түсірермін. Мынақа мамасының бөлмесін емес, астыға мамасының бөлмесін жасаймыз. Давай, достар. Мен де осындай бар ғой, мен ба сіздермен осындай. Давай ондай. Міне, достар, қараңыздар, әдемі мынандай зат жасаймын. И потом осындай балалар ойнайтын жері болады сондықтан. Ал енді осы ойыншық жерінде бірдеңе бар. Қасымда Айбике бар, бірақ мен өзім ойнаймын. Сосын осы жаққа ойыншық қоямыз, достар, қазір тоқтаңдар. Мен мынандай жасамаймын, балалардың ойнайтын жері ол сияқты болады, достар. Ойындамаңыздар, шахмат ойнай алады балдарға. Арналған осындай заттар бар. Сосын мақта мынандай шашырлық заттар болады. Мынандай заттар шашық болады, бірақ балалардың өзі жинамайды оны. Мынаның ішінде мынандай аюлар болады. Жинақ тұрсын. Мынаның ішінде балдарға тығылуға болады, бәрін істеуге болады. Мынақта качела. Мынақтың есігін жауып қойын. Мынақта болса мынандай болады. Мынақа кілем қояйын. Мынандай кілем нормальный, ә? Балалардың аяғы сырғанамау үшін осындай кілем қояймыз. Суретте қойықшы, әдем болып тұрады балаларға. Қасымдағы қыз неге сөйлемеді десеңіздер, ол ойын ойнап отыр маған қарап. Ал енді біз мен сіздермен осылай беске қосқан жылы сіздермен. Осындай ойнайтын балалардың жерін істеп болдым, достар. Енді екінші жерін істейміз. Бұяқта пөпесі ұйықтайтын жер болады. Пөпесіне мынандай ұйықтайтын жер қояйын. Мен қасымдағы да тока-пока ойнайын деп жатыр. Видеоға түсіріп жатыр, білмеймін қалай. Мен кәдімгідей мынаумен түсіріп жатырмын. Ал енді ол ұл болсын ба, қыз болсын ба, комментке жазып кетіңіздер. Жоқ, мынау ұнамай. Қыз болады, жарайды.
Достар, барлығыңыз айтып атсыздар, ол қыз болсын деп, енді мен қыз жасайтын болам. Ал енді осындай заты болады. Одан кейін олардың мынандай заттар бол. Қасындағы тағы да ұл тока-пока ойнап жатыр, достар. Лайк атсыңдар. Не істесеңдер де соны істеңдер. Сосын оның мынандай күшік дәне қасында бір ұл. Енді астындағы кілемін қойын. Қасындағы шулатқан ұлдар, қыздар бар. Ал енді осяқтан аха, енді осяқ нақта ұлы ұйықтайды. Ол мысықты жақсы көреді. Ол күн түсті қатты жақсы көреді. Сигма, это есть круто, сигма, сигма, сигма. Ол мысық жақсы көреді, бірақ сонда да онан да моя бодится. Бірақ ол мынандай суреттерді қояды. Ей, даусың қышы. И потом осындай болады. Мынау үлкен қызының бөлмесі. Мынандай. Мен жүтісін ауыстыруым кепті. Мен мынандай қоям өткен, мен жақсы көретінім. Не дауыс шығып атқан десеңіздер, сол. Сосын нақтан мынандай суреттер болатын болады. Қара мен мынадікін білем ғой, мынаның қаншағы екен. Қаншағы жазып көрші. Мынаның еді, айтшы. Содан 5 минут. Ал енді бізде осяққа свет қойымыз кастықмында. Яқта қайсы? Ең күштісі? Нау сияқты? Yes. Мен достан мен болдым. Екінші сериясын бұдан кейін түсіретін болам. Ал давайте.